Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз балды тортқа, яғни медовый тортқа корж дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге 4 жұмыртқамызды осылай жарып алатын боламыз. Екінші кезекте шекер қосып, венчиктің көмегімен, миксермен де болады, миксермен де араластырсаңыздар болады. Осылай көпіргенше араластырып аламыз. Міне дайын біздің. Екінші кезекте жай отқа балымызды құйып, бетіне сары майымызды салып, және осылай ас содасын салып, көпіртіп, ертіп алатын боламыз. Ас содасын сағында осылай көпіріп, кішкене көтерілетін болады. Барлығын қозғай отырып, кішкене суыған соң осылай жұмыртқалы массамызға қосып араластыратын боламыз. Ендігі кезекте осы массамызға ұнымызды салатын боламыз. Електен өткен ұнымызды осылай венчиктің көмегімен араластыра отырып, бөліп салатын боламыз. Осындай бізде жұмсақ масса шығу қажет, оның түйіршіктері қалмауы қажет, жақсылап венчикпен араластыруымыз қажет. Міне массамыз көріп отырсыздар. Барлығын мөлшерін описаниеда көрсететін боламын. Ендігі кезекте осылай фольга төсесеңіздер де болады. Пешке салатын ыдысыңызға фольга төсеп, осылай астын майдасаңыздар да болады. Бір осындай ожаудан құйып отыратын боламын. Бетіне ұн сеуіп, ұрпақ сеуіп, осылай қолдың көмегімен жұқа қылып жаятын боламын. Пешімізді 180 градуста қыздырып қоюымыз қажет. Қанша ұрпақ сепсеңіздер де оның ешқандай артықшылығы жоқ, өйткені қолымызға жабыспауы қажет. Осылай дөңгелек қылып, қолдың көмегімен саусақтарымызбен баса отырып жайып аламыз. 180 градуста 3-4 минутта осындай корж бізде пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Қараңыздар, өте жұмсақ, өте дамды. Қалыңдығы да қараңыздар, қандай әдемі. Осындай корж бізде 3-4 минутта пісіп шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасау жолы өте оңай, көп затты қажет етпейді.